Қазақ жері ағалармен көрікті, қазақ жері ағалармен сүйікті. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Менің анам сүйегі асыл, мықты адам. Қазақтар киеге үлкен мән береді. Кейбір жануарлар мен құстарда тұрмысқа қажетті киелі деп қастерлейді. Осы аталғандарды құрмет тұту, ырым-жорасын жасап тұру адам баласына байлық пен бақыт, құт әкеледі деп түсінеді. Ал осы кәделерді ұстамау, киелерді құрметтемеу жоқшылыққа душар етеді деп санайды. Сондықтан құдіретті күш бар жануарлардың киесі бар, ал олардың өзін киелі дейді. Халықтың кемеліне келіп, өркендеуі үшін ең алдымен азаттық пен білім керек. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінің тұңғыш әліппесі мен оқулықтарының авторы. Біз бүгін ахаңның әдебиет танытқышын Аристотельдің поэтикасымен салыстырар едік. Мұның мәнісі екеуде. Бірі грек әдебиетінің, екіншісі қазақ әдебиетінің әліпбилері. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін. Ахмет Байтұрсынұлы халықтың рухани көсемі. Екі адам керіссе, оның арты қызыл шоқ. Бір нәрсе туралы пікірімізді, яки қиялымызды, яки көңіліміздің күйін сөз арқылы жақсылап айта алсақ, сол сөз өнері болады. Бар өмірім өлеңмен өтсе менің, туған елді жырлауға жетсе лебім. Жастық шақ өтті қызығы, көрген түс таңғы тұмандай. Орнаттым өзіме ескерткіш келмес қолдан. Табиғат керексіз ештеңе жаратпаған. Менің биім өзімнің ақ жүрегім. Қайғылының ішінде жанар жалын. Мақтан күйлеп арамнан мал жиғанның орны тозақ болады. Өмірдің мәніме қашан іздейтініңде. Басқа бір тіршілігі бар әлем болса қызығақ, онда картоп бар мекен? Бұл сауалды мәнсіз далбаса сұраққа санайды. Онда ақылды адам осы тақырыпқа сұрақ қойып көрсін. Алғашқы махаббат, оған дейінгінің бәрі жай ермек болған махаббат. Ақшаны қайырымсыз алу ма, қарызға алып қайтармау. Достық дегеніміз біреудің үйіне жайдан жай келіп қоныстап қалу. Шағын ортада кеңінен танымал. Талғамыңызға шүбәңіз болса, ол оның сізде барының белгісі. Нағыз керекті жерге келгенде адам қашанда жалғыз. Ағаштар, бақтар, құстардың бітсе құт демі, махаббаттың да біткені. Қар үстімен келе жатқан ақсиып, ажал дейтін біздің жарылқаушымыз. Ал қажеті қаншалықты көк мұздың. Қажет, көпір салмау үшін де. Отанға деген махаббатта шекара болмайды. Өмір көп нәрсені өз еркіңнен тыс жасауға әсер етеді. Не тапты қазақ құлагерді ұрып жыққаннан? Тот басады темірді, сел шаяды жеңілді. Құяр судан бөлінсе, көл тұнады. Қайнаған өмірден бөлінсе, көңіл тұнады. Қадірсіздің өсегі шаң сияқты, бір сілкінсең қалмайтын. Қадірлінің өсегі заң сияқты, жалған десең нанбайтын. Күңгірт шамнан көрінбесе төңірек, жақ жарығын жүрегіңнің тезірек. Жақ жарығын. Күңгірт шамнан көрінбесе төңірек, жақ жарығын жүрегіңнің тезірек. Әйелсіз үй, сусыз диірмен. Айдан алқа, жұлдыздан жүйрік іздеме. Кім қанша төмен түссе де, сен өз биігіңде қал. Ұрпақ тәрбиесі 50% сенің мойныңда. Ұлың өзіңнен озатын болсын, қызың саған қарап серігін тауып бақытты болсын. Өміріңнің сапасына тек сен жауаптысың. Өнер үйрен, мамандығыңда мықтысы бол. Пенденің пендеден айырмашылығы адамгершілігі мен білімінде. Таны, оқы. Өкпелеме, өш алма, санасына бер, Аллаға тапсыр.
Уайымға салынудан алшақ бол. Арбада сынбайтын, өгізде өлмейтін шешім қабылда. Тез шешім қабылда. Тәуекел түбі жел қайық, жүзесің де өтесің. Уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің. Жүйкең әлі талай қажет болады. Болмашыға тоздырма. Шешуші сәттерге бапта. Қайтарымынан үмітті болсаң, жақсылық жасама. Саяхатта дүние танымыңның аясы кеңейеді. Ең алдымен өзіңе өзіңнің көңілің толатындай өмір сүр. Сыйлағаның құлы бол. Кішірею төмендеу емес. Үйретері мол мықтылардан ұстаздарың болсын, бірақ ешкімді пір тұтпа. Құмары ойыны әлсіздің әлегі, мықтының рухы биік, денесі шымыр. Күнде өзіңе есеп бер, өзіңді тәрбиелей бер.